Түркия тағы да табиғат апатынан зардап шегуде. Түркияның Газиантеп қаласында рекордты көрсеткіште жаңбыр жауып, оның салдары су тасқынына ұласты. Соңғы 24 сағатта 200 мм көлемінде жауған жаңбырдан қаланың бірнеше аудандары қатты зардап шеккен. Тұрғын үйлердің жертөлелерімен қоса бірінші қабаты да суға толған. Бұл апатты көзмен көрген адамдардың түсірген видеолары желіде есіп тарап жатыр. Әзірге қаза тапқандар мен зардап шеккендер туралы мәлімет жоқ. Су тасқыны салдарынан қалаға келген материалдық шығын көрсеткіші де белгісіз. Ал Жаңа Зеландияда болып өткен дәл осындай жаңбырдан кейінгі су тасқынынан 3 адам қаза болды. Бір адам әлі де іздестірілуде. Айта кетелік, Жаңа Зеландияда Окленд қаласында су тасқыны болған. Ал 6 желтоқсан осы қалада тарихтағы ең жаңбырлы күн болып тіркелді. Иранда да дәл осындай жағдай. Елдің 8 провинциясында су тасқыны қаупі төніп тұр. Бірнеше сағатта 160 мм-ге дейін көрсеткіште жауған жауын салдарынан 7 адам қайтыс болды. Әсіресе бұл апат Даджистан, Бушер, Фарс провинцияларына қатты тиді. Бүкіл әлемдік Қызыл ай қоғамы 180-нен астам отбасыға көмек көрсетіп үлгерген. Айта кетелік, Иранда осы жауын-шашын циклоны соңғы 2 аптада 2 рет қайталанды. Дәл осындай апат боларын 2 желтоқсан күні Қызыл ай қоғамы ел билігі мен Иран халқына ескерткен болатын. Америка құрама штаттарының Вашингтон штатында да толассыз жауын салдарынан елді мекендерді су басып, адамдар қауіпсіз жерге көшуге мәжбүр болды. Қауіпсіздік қызметі іздестіру құтқару жұмыстарын жүргізуде. Айта кетелік, жергілікті биліктің жылдам әрекет етуінің арқасында қаза болған адам жоқ. Жануарлар да эвакуацияланып жатыр деп хабарланды. Вашингтон штатында соңғы 48 сағатта 10 см жауын жауған. Алда бұл көрсеткіш 2 есе ұлғайып, жағдай одан әрі қиындай түсуі мүмкін деп болжануда. Ал енді планетамыздағы ауа райы мәліметтері. Саха Республикасының астанасы Якутскте ауа температурасы -32 градус 10 метр/секунд желі бар. Өзбекстан астанасы Ташкентте де ауа райы Ташкент болып тұрған жоқ. Жаңбыр жауды, +3 градус. Ауа райы тіркелген. Ал Египеттің астанасы Каирде ауа райы керемет, +22 градус. Бұл туристер үшін аса қолайлы. Германия астанасы Берлинде жаңбырлы апта басталды. Ауа райы температурасы 7-8 градус жылы. Ал енді еліміз жайлы айта кетсек, Астанада түнде -25, ал күндіз -22 градус нөлден төмен. Ел бойынша орташа температура -17 градус. Бүгінгі күнгі ең жылы күн Жетісай облысының Асық-Ата ауылында тіркелді. Күндізгі температура. Ал бүгінгі күнгі ең суық температура Солтүстік Қазақстан облысының Бескөл ауылында тіркелген. -34 градус Цельсий. Сіз де өзіңіз тұрған жердегі ауа райын жаза кетіңіз. Байтақ жеріміздің ауа райын көріп тамсанайық. Видеоға лайк басқан болсаңыз, соңғы 48 сағатта болып тіркелген жер сілкіністері мен вулкан жанартау атқылауларын видеосын көруге кеңес береміз. Видеоның астына шығып та тұрған болар.